Сәлем баршаңызға қыздар, бүгін сіздермен пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Бешбармақтың қамырын тиімді жолмен қатыратын боламыз. Бізге ол үшін осындай одноразовый салафандар қажет. Оны үзбей, осылай тұтастай жайып, ортасына қамырды салып, екі бүктеп, өстіп видеодағыдай ораймыз. Өте керемет әдіс, бір-біріне қамырлар жабыспайды және де ұзаққа сақталады. Ең бастысы қамырға жұмыртқа қоспаңыздар. Егер жұмыртқа қоссаңыздар, олай да болады, бірақ қамыр қарайып кетуі мүмкін. Осылай қонақ келер алдында бірнеше күлше етіп қатырып қойсаңыздар да болады, немесе просто мен сияқты үйде қатырып қойып, кез келген уақытта бешбармақ жасаған кезде шаршамай тек алып шығасыздар. Жасап көріңіздер, егер болса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.